Ағайынның басын қосқан екінші жиын. Бірінші бас қосу нәтижесіз аяқталған соң, Әзіреті Мұхаммед уақыт оздырмастан жас сахаба Әли арқылы туысқандарын қайтадан жинайды. Тамақ желініп болғанда ол меймандарға қарап: барлық мақтау Аллаға ғана лайық. Мен де оған мақтау айта отырып шүкіршілік етемін. Содан ғана медет тілеп, соған ғана сенім артамын. Құдіретті күшті сүйеніш сол ғана. Өз білгендерімді сіздерге де айтқым келеді. Алладан басқа тәңірдің жоқтығына шәк келтірмеймін. Сіздерді де ортағы жоқ бір Аллаға сенуге шақырамын. Алла жалғыз, оның серігі, жұбы жоқ, болмайды да. Қандай адам болса да өз отбасын алдамайды емес пе? Егер осыған сенсеңіздер, менің айтқандарымды да растаңыздар. Өйткені мен бүкіл адамдарды алдасам да, сіздерді, яки өз туғандарымды адастыруым мүмкін емес. Күллі жұртты жалған айтып сендірсем де, сіздерге бар шынымды ақтарамын. Сіздерді өзінен басқа илах жоқ Аллаға иман келтіруге шақырамын. Мен Алла тарапынан сіздерге және бүкіл жер жүзіне жіберілген елшімін. Өлім хақ. Барлықтарыңызда ұйқыға жатқан кісіше өлім төсегіне байланасыздар. Сонан соң тәтті ұйқыдан тұрғандай қайта тірілесіздер. Сол кезде мына дүниедегі барлық істеріңізге жауап беріп, есептесетін боласыздар. Жақсылықтың қайтарымы жақсылық, жамандықтың нәтижесі жаза болмақ. Яғни не жұмақтың төрінен, не болмаса тозақтың түбінен мәңгілік орын алатын боласыздар. Ақырет азабын ең алдымен өзге жұртқа емес, сіздерге, жақындарыма баяндап тұрмын деп сөзін бітірді. Әбу Тәліп орнынан тұрып: сені жақсы көретініміз рас, қолымыздан келгенше қолдаймыз да. Айтқан насихатың көкейімізге қонды. Сенің соңынан бірінші болып мен еруім керек. Бірақ сен Алладан түскен әмірлерді орындай бер. Мен мойын ұсынбасам да сенің қолдаушың, қорғаушың болайын. Амал не? Атам Әбділмүтәліптің дінінен безуге нәпсімді көндіре алмай-ақ қойдым. Осы кеткенім кеткен шығар. Өлілгенше деді күмілжіп. Өзге ағалары да Әбу Тәліпті қоштады. Қарсылық та білдірген жоқ, иман да айтпады. Тек Әбу Лахаб қана баяғы дұшпандығына басып: ей ағайындар, бәрің неге мүләйімсіп тұрсыңдар? Мұның шаруасының түбі жақсылыққа апармайды. Шикілік аңқып тұрған жоқ па сөздерінен? Менің тілімді алсаңдар, бөтен біреулер басып тастамай тұрғанда, бұзығымызды өзіміз тыйып алайық. Оны тыңдап қорғаймын деп бастарыңа бәле тілеп аласыңдар. Ажалдарың жетпей, о дүниелік болғыларың келмесе, бүлікшіге басып айтыңдар. Мұхаммедтікі өлетін бала молаға қарай жүгіретіндінің гері деді. Оған батыл жауап қайтарған пайғамбарымыздың тәтесі Әзірет Сафия болды. Бауырым-ау, о не дегенің? 40 жыл қырғын болса да, туысқан туысқандығын жасар болар. Біз қолдамасақ өзгеден не үміт, не қайыр? Жақындығымызды жаттай сыйлап, жұртты түңілдірмесек, иттің бауырын жеген біз боп шықпаймыз ба? Істегенің үлкен басыңа жараспайдақ. Әрі-беріден соң айналаңа құлақ түрсең нетті? Көзі тірі мықты оқымыстылардың қай-қайсысы да Әбділмүтәліптің тұқымынан пайғамбар шығады дегенді жарыса айтуда. Сол осы Мұхаммед екеніне дау айтар кім бар? Қане? Әбу Лахаб өжет қарындасына тыжырына қарап: айтып отырғаныңның бәрі суға кеткен тал қармайдыдан басқа ештеңе емес. Бекерге әуре болмаңдар. Мұның бәрі бос үміт. Әйелмісің деген, сендер ерлердің аяғын орап, аннан-мұннан естіген жаңсақ әңгімелеріңмен жолдан тайдырғаннан басқа не білем дейсіңдер? Құрайыштар, оған қоса бүкіл арабтар бізге қарсы шықса, қай күшімізге сенген дейміз? Үрім бұтағымызбен жойып жібермей ме деді. Әбу Тәліп шыдамай сөзге араласты: ей қорқақ, көлеңкеңнен үркіп, не сандырақтап тұрсың? Валлахи, кеудемізде жанымыз тұрғанда Мұхаммедті қорғауға, оған көмектесуге дайынбыз деп, Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қарап: бауырым Мұхаммед, халықтың арасына шығатын уақытыңда алдын ала біліп отырайық. Қажет болса, қаруланып, сенімен бірге шығайық деді. Манадан бері үнсіз отырған пайғамбарымыз орнынан тұрып сөз бастады. Уа ағайын туыстарым, валлахи, арабтардың ішінде менің сіздерге ұсынған ақырет пен дүниені қамтитын дінімнен хайырлы нәрсе әкелген ешкімді естіген емеспін. Мен тілге жеңіл болғанмен, салмағы ауыр екі ауыз сөзді қайталауға шақырамын. Ашхаду ан ла илаха илаллаху ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах.
Мұнан соң, осы жолда маған кім көмекші бола алады деп көпшілікке қарады. Бұл сұраққа ешкім жауап қатпады. Бастары салбыраған күйі пайғамбарға қарауға бата алмай, бәрі үнсіз қалған. Тек 12 жасар Әзірет Али ғана Расулаллаға тайсалмай тура қарап орнынан тұрды. Бірақ пайғамбарымыз: "Сен отыр" деді оған. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сауалын 3 мәрте қайталады. 3 ретінде де жауап берген Әзірет Али болды. "Уа Расулалла, мен осы жерде жиналғандардың ең кішісі болсам да, саған көмектесуге әзірмін" деді. Оның бұл сөзіне біреулер таңданып, енді біреулері миығынан күлсе, үшіншілері өздерін кінәлідей сезінді. Кіп-кішкентай Алидің батылдығы пайғамбарды қатты сүйсіндірді. Ойлаған нәтижеге қол жеткізе алмағанына ол пәлендей қайғырған жоқ. Себебі ол өз міндетінің ақиқатты түсіндіру екенін, ал тура жолға салу тек Алланың қалауындағы іс екенін толық ұғынған.